Студенттік шақ адам өмірінің ең жарқын сәттері, жастық шақтың базары. Ойын-сауық, түрлі кештер, құрбы-құрдас, курстас, әзіл-қалжың, достық, махаббат сынды жастыққа тән дүниелердің бәрі студенттік өмірдің бөлінбес бөлшегі. Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде жастар және бағдарламасы. Сессия кезінде терлейтін, әр күнде білімге шөлдейтін студенттер мен ұстаздар студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Жанар Бимұратқызы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің тәрбие жұмыстары және жастар саясаты бөлімінің басшысы. Орынбасар Айжан Бекзатқызы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Ақиқат саяси пікірсайыс клубының төрағасы. Ахмет Сайлауова, Мәншік Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің белсенді студенті. Райбекова Аягөз Күмісбекқызы, Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің студенттік парламент президенті. Эфирімізге қош келдіңіздер. Енді бүгінгі біздің талқылап отырған тақырыбымыз бұл жастар және белсенді студенттік өмір турасында. Жалпы енді бүгінгі студиямыздағы студенттерге ең бірінші сұрақ: студент болу оңай ма? Алдымен студент деген кім және студент деген қандай болу керек деген сұраққа жауап берсек, студент деген алдымен қандай болу керек? Студент ең алдымен жауапкершілігі мол тұлға болу керек, одан кейін ол белсенді болу керек, одан кейін ол білімді болу керек, және ең бастысы студент ерікті болу қажет. Ал енді осындай қасиеттер бойынан табыла білген тұлғаның, әрине студенттің, ол үшін студенттік өмір, студент болу қиын емес деп санаймын. Ондай қасиеттер әрине баршамыздың бойымыздан табыла біледі, сондықтан сұрақтың әрине жауабы студент болу қиын емес. Студент болу біздің бойымызда бар қасиеттерді тек шыңдай білу, әрі қарай дамыта білу. Басқа қонақтарда қандай пікір бар? Студент болу оңай ма? Студент болу оңай ма дейді да. Дәл қазіргі кезде айтатын болсақ, студент болу меніңше оңай сияқты да. Себебі бірнеше жылдарды алатын болсақ, көптеген мүмкіндіктер жоқ еді. Қазіргі кездегі студенттерге жасалып тұрған мүмкіндіктер өте көп. Жаңа айтып кеткендей, Айжан, шынымен өзі студент деген ізденуші ғой, негізі тікелей аударған кезде. Өзі ізденетін болса, ол белсенді де бола алады, ол сабақты да жақсы оқи алады. Көптеген мүмкіндіктері өзінің мүмкіндігін пайдаланатын болса, барлық шыңға жетуге болады. Менде Айжанның ойымен келісемін. Негізі студент ол өзіне байланысты. Егер де студент ізденіп, өзі еңбектене білсе, жауапкершілігі бола білсе, онда әрине студент болу оңай. Ал егер сіздің бойыңызда жауапкершілік табылмаса, немесе өзіңіз жақсы көрмеген мамандыққа түссеңіз де, ол студент болу енді оңай емес ондай адамдарға. Ал негізі бәрі адамның өзіне байланысты. Әрбір нәрсенің оңай жағы да, қиын жағы да болады дейді ғой. Сол сияқты студент болуында өзінің оңай жағы да, қиын жағы да болады. Енді бүйтіп қиын жағы онша көп деп айтпай ақ қояйын. Оңай ғой студент болу. Әрбір адам ол студент болады. Мектеп қабырғасын аттағаннан кейін міндетті түрде ол студенттік өмірге қарай қадам басады. Ол студенттік өмірде ол қандай болады? Ол қоғамдық ортада белсенді болады ма? Немесе өзінің жаңағы алға қойған мақсатына жете алады ма? Ол өзінің қабілетіне, жауапкершілігіне байланысты. Рахмет. Енді тағы да студенттер үшін сұрақ. Көп жағдайларда оқушы кезеңнен аяқтағаннан кейін, яғни мектеп бітіргеннен кейін, көп мамандықтарда ата-ана көмектесіп жатады, екінші бір адамның ықпалы болып жатады. Сіздерде қалай болды? Өз қалауларыңызбен таңдаған мамандық па қазір оқып жатқандарыңыз? Мен қазір мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының студентпін. Бұл мамандыққа шыны керек, расымен де өзім жан-тәніммен қалап түстім. Неге бұл мамандыққа тоқталдым және бұл мамандыққа лайықты маман бола алатынымды қайдан білдім? Мен оқушы кезімде белсенді оқушы болдым, түрлі мектебіміздің президенті де болдым, өзімізде белсенді шаралардың, қоғамдық шаралардың барлығына қатысып, өзіме белсенді жағынан көрсетіп, уақыт өте келе менен мықты көшбасшы шығатынын түсіндім. Және неге көшбасшы деген ұғым, яғни менде осындай қасиет бола тұра, осы мамандыққа неге көрмеске? Осындай мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында қазір оқып жатырмын. Бұйыртса мықты көшбасшы, халықтың жалпы айтқанда сенім артатын қызметкері болатынына сенемін. Жалпы мұғалім болу, ол кез келген адамның қолынан келе бермейді деп білемін өз басым. Мұғалім болғаннан кейін ол белгілі бір жауапкершілікті өзіне қарай қабылдай алу керек, өйткені бір емес, бірнеше баланы оқытады. Менің осы
жаңағы бастауыш білім беру мамандығына түскеніме өте қатты қуаныштымын. Ешқандай ата-ананың жаңағы осыған түс, жаңағы сен осы жаққа түсуің керек, сен міндеттісің деген ондайлар болмады. Өзім қалауымен, мектепте оқыған кездегі ұстаздарымның жаңағы қолдауымен, сол кісілердің жол сілтеуімен осы жаққа оқуға түстім. Рахмет. Мен де осы жерде бір жауап беріп кетейін. Әрине мен студент емеспін, бірақ көптеген студенттер осы бағдарламаны көретін болса, кейде болып жатады ғой, өзінің қалаусыз мамандыққа түскеннен кейін көбісі оқығысы келмей жатады да, сосын оқудан шығып кетіп жатқан жағдайлар болады, немесе ұнамайды да басқа жолға түсіп кетіп жатады. Негізі қандай да бір оқуға қалай түссеңіз де ол маңызды емес, жауапкершілікті танытып сол оқуды аяқтап шығу керек сияқты. Себебі мен өзім информатика, математикаға түстім. Мен оны шын мәнінде өзім қалап түскен жоқпын, қасымдағы достарымның ықпалы болды, солай түсіп кеттім. Бірақ өзімнің сүйіп оқитын пәнім, өзімнің арманым журналист, әдебиет жағы тұғын. Мен бірақ сол информатиканы бітірдім, информатика магистратурасында бітірдім. Бірақ мен өзімнің сүйіп жасайтын, өзімнің сүйетін мамандығымнан әлі алыстаған емеспін, әлі сол екі жолды да ұстап жүрмін. Осы жерде мынандай ой туатын секілді. Мысалға студенттерге айтатын, өз мамандығына қалау емес мамандығына түскен. Студент бола жүріп, яғни белсенді өмірге араласқаннан кейін, білім жағынан өзін сынағаннан кейін, ол міндетті түрде өз орнын табады өмірден. Солай келе, мысалға, біздің Жанар апайымыз секілді, мамандығы өзінің қалған мамандығы болмаса да өмір ағысымен өзінің орнын таба білді, және қазірде сол өзінің қалған мамандығының үздік маман иесі болып жүр. Сондықтан ойлаймын, студенттік белсенді шақтың өзінен білім ала келе, уақыт өте келе өз орнымызды таба білеміз. Рахмет. Енді қазір бізде студиямызда барлығымыз жаңа айтып жатырмыз, белгілі бір ұйымның жетекшісі, бір қозғалыстың жетекшісі деген секілді. Енді жалпы оқу орындарының тарапында өзін-өзі басқару жүйесі қалай жолға қойылған? Яғни студенттер өз пікірін ашық айта ала ма? Мен айтып кетейін, осы жерде бізде Қорқыт Ата университетінде қазіргі таңда осы жастар, мемлекеттік жастар саясатына бағытталған осы әртүрлі бағыт бойынша 21 ұйым жасайды. 21 ұйымның да жетекшілері, төрағалары барлығы осы студенттер. Әр ұйымның өзіндік мүшелері бар, әр ұйымның өзінің мақсаты бар, әр ұйым өзіндік шаралары бар өткізетін. Сондықтан мен толық айта алам, ол жолға қойылған. Әрқайсының өзінің жетістіктері бар, бірімен бірі бәсекелестігі де бар, бірімен бірі достығы да бар. Сол ұйымдарда жүре отырып, олар бір емес, студент бірнеше ұйымға кіріп, өзін жан-жақты да дамыта алады. Қазанғап колледжінде де өзінің жеке студенттер өздерін басқаратын түрлі ұйымдар бар, 8 фракциядан құрылған. Әр фракцияның әртүрлі өзінің жұмыстары, берілген жоспарлары бар. Мысалға, осы жарты жыл басталғанның өзінде де біз көптеген жобалармен, көптеген концерттермен айналыстық. Мысалға, музыкалық колледж болғаннан кейін жақында қарттар үйіне барып концерт ұйымдастырып келгенбіз. Және де дебаттық сайыстар өткізіп жатырмыз. Сонымен қатар түрлі концерттерді, колледжішілік істерді атқарып жатырмыз. Сондықтан біз студенттер өздеріміз басқара аламыз деген сөзбен толықтай келісемін. Осы жерде айтқым келеді, тіпті біздің осындай бағдарламада еркін сөйлеп отырғанымыздың өзі расымен де студенттерде өзімізді басқару жүйесінің жолға қойған және оның жақсы жүйеде дамып келе жатқанының бір айнасы деп білемін. Студенттер қазірде былай айтқанда еркін, оларда барлық жағдай жасалынған. Жанар апайымыз айтып өтті ғой, бізде жылдар болды, расымен де жағдай жасалмаған, студенттерге қиын жылдар болған, ал керісінше біздің қазір тәуелсіз елімізде барлық жағдай жастарға бұрылып отқаннан кейін студенттік, яғни басқару ұйымдарының осы арқасында деп ойлаймын. Белсенді осылай жүргеніміздің өзі. Енді қосымша сұрақ, пандемия салдары болды, көптеген студенттер қазір енді бірден екінші курсқа өтіп кетті. Бірінші курс, екінші курс, енді екеуінің қалаға келген кездегі деңгейі, жалпы білім алу барысы бірдей болып тұр қоғам үшін. Енді осы жерден екінші бір мәселе туындайды. Барлығымыз белсенді болуымыз мүмкін емес. Кішкене бір тәртібі нашар болады, кішкене бір бұзақылау болады. Енді осындай жастармен жұмыс жасауда өзіміздің замандастармен, құрдастармен қалай жұмыс жасап жатырмыз?
Енді ол мысалы колледжде көптеген ұйымдар бар. Ол ұйымдардың өздерінің міндеттері, мақсаттары бар. Сондықтан ол әр ұйымның өзінің жаңа бағытына қарай жұмыс жасайды ғой. Мүмкін сондай ұйым бар шығар. Яғни ол жаңа бойында қабілетін біле алмайтын адамдар өте көп қой. Соны қабілетін аша алатын психологиялық, педагогикалық тұрғыда жаңағы әдіс тәсілдерді қолданып, сол белгілі бір тұлғаның қабілетін таба білу, сол жағына жұмыс жасайтын ұйымдар да бар. Ол енді бұл кісілер шектен тыс қалмайды деген сөзде айтқым келіп отыр. Барлық студенттерді қамтуға, барлық студенттер белсенді өмірге қадам басуына көптеген ұйымдар жұмыс жасалып жатыр. Және біз айтып өттік қой, студент дегеніміз кім дегенде, студент дегеніміз ерікті деп айтып өттік. Яғни біз ерікті түрде қасымыздағы жолдастарымызды, қасымыздағы достарымызды өзімізбен бірге қызықтыра білуге, яғни өзіміз жүрген, былай айтқанда жақсы жол деп айтайын, жақсы керемет жолымызда осыларды достарымызды жаңа қасымызға тарта білу, ол біздің ерікті бір жағынан жұмысымыз деп те білем, міндетіміз деп те, мақсатымыз деп те білем. Себебі қазіргі заманның жастарымен бұрынғы заманның жастарын салыстырған кезде қазіргі заманның жастары өте ашық, өте жаңағыдай белсенді. Сондықтан олардың қасына достарын ертіп жүру олар үшін қиындық тудырмайды. Сондықтан қазіргі жастар бір-бірімен байланыса отырып, керісінше бірге дамиды деп айтқым келеді. Енді мен де айта кетейін ойымды. Жаңа айтып жатсыз ғой, әрине бес саусақ бірдей емес, барлық бала бірдей белсенді болуы мүмкін емес деп жатырмыз ғой. Оның ішінде белсенділікке барғысы келмейтін балдар болады. Соларды қалай тарту керек? Әрине міндетті түрде үгіт насихаттар жүреді. Бір досын көріп келеді. Мінекей сондай кезде әрбір оқу орнының белсенділікке тарту өзінің жоспары болады. Мысалға келгенде қанша жоспарлар орындалып жатады, соның ішінде тағы да балаға мотивация беретін, баланы алға қарай жетелейтін де шаралар болады. Сонымен қатар мысалы бізде осы университетте осы алдыңғы жылдан бастап жоспарға мынандай енгізді. Егер бала ақылы оқыған болып, ол университеттің қоғамдық белсенді мүшесі болса, ол балаға 20% оқу ақысына жеңілдік береді. Және қаншама премиялар алады ол бала, ол көріп жүр. Және жаздық лагерлерге барады, Астана, басқа да қалаларға, мысалы қыдырулар келіп жатса, соларға жолдама алады. Мінекей соның барлығын достарынан естіген бала, ол жай балада белсенді болуға деген ұмтылыс пайда болады. Мотивация. Жалпы адамды досына қарап танисың дейді ғой. Сондықтан ең бірінші мен президент болғаннан кейін өзім тікелей насихаттап осы белсенділікті арттыруға тырысамын. Және де көп студенттер осы белсенді жұмысты, қоғамдық жұмыстарда артық жұмыс, сабаққа көңіл бөле алмаймыз деп жатады. Сондықтан да оны негізі насихаттағанда да дұрыс насихаттау керек. Ең бірінші айтатын кезде біз мынандай істеуіміз керекпіз демей, оның адами құлшынысын дамытуымыз керек. Сол кезде негізі жастар өздері де адами жағынан көмектескісі келіп тұрады. Бұлай қазір жастардан мынандай сұрақ туындайды осындай кезде. Расымен не себепті істеуіміз қажет дейтін сұрақ туындайды. Сол кезде біз жастарға алдымен, яғни өзімізге, қасымыздағы достарымызға үгіт насихат жүргізетін кезде, керісінше бірінші өзімізге тиетін пайдасын айтып бар, одан кейінгі ол кісінің сол жұмыс атқарғаннан кейін қоғамға тигізетін пайдасын айтып жатамыз да. Себебі қазіргі тіпті қоғамға да ренжи алмайсың, адамның дамуына да ренжи алмайсың, себебі расымен де бірінші өз бас пайдасын ойлайды адам. Маған бұдан қандай пайда түседі, содан кейін барып менің бұдан қоғамға қандай пайдам түседі. Жастар ұйымы осындай сұрақтармен жұмыс жасайды. Осындай сұрақтар алдымен мақсатымыз болады, ол міндетті түрде мақсатымен таныстырады. Ең алдымен осы ұйымға кіру арқылы ол кісіге қандай плюстар болады. Ал одан кейін ол кісінің біздің ұйымға кіргеннен кейін қоғамға тигізетін плюстарын біз жіктеп айтып беретін боламыз. Жаңа айтып кетті ғой бететі. Егер мен белсенді болсам, менің сабағым төмендеп қалады дейді. Мен осы тұрғыда айтып кеткім келеді. Көп студенттер осындай мәселе туындатады. Мен егер белсенді болсам, менің сабақ үлгерімім түсіп қалады. Мен сабақтан төмен бағалар алып қалам дейді. Мен онымен келіспеймін. Және үнемі осындай белсенді студенттермен сұхбаттасып жүремін да. Жеке ойларын сұраймын. Сол кезде көп студенттерден сұраған кезде мен бір жақында бір ер баладан сұрадым. Айттым, осы
егер сен өйстіп белсенді түнде келе жатыр кешке қарай шарадан. Сенің сабағым, бірақ шынымен оның сабағынан бір төмендеп тұр екен да балы. Енді осыған сенің осы белсенділігіңнің зияны тиіп жатыр ма десем, жоқ деді. Неге? Сен белсенді болғандықтан сабаққа қатыса алмай жүрсің ғой деп едім. Егер мен белсенді болмасам, бұдан да төмен оқыр едім. Маған қызық болмас еді университетке келу. Ал мен таңертең университетке келгім кеп тұрады. Мен осы университетке қарай келсем екен, мен қашан достарымды көрем, қашан шара болады деп. Міне мен осы белсенділік арқылы сізбен еркін сөйлесіп тұрмын. Мен осы белсенділік арқылы достарыммен еркін сөйлесіп тұрмын. Осы белсенділік арқылы мені университетте көптеген мұғалімдер, тіптен университет басшылары да мені таниды. Жарайды, мен бір сабағым мүмкін осы сабағымнан төмен болып тұрған шығар, бірақ басқа сабақтарым жақсы. Ал егер де мен белсенді болмағамда, мүмкін барлық сабағым төмен болар еді деген жауап берді. Шын мәнісіне келген кезде жастарға айта кететін жағдай, уақыт көп бізде, бірақ біз уақытымызды әлеуметтік желіге, жай ғана Инстаграмда отыруға, сондай нәрселерге бөлеміз, әйтпесе белсенділік уақытын бөліп, одан кейінгі уақытта барып сабағын оқып, бір-бірімен байланыстырса, екі жақты да ұстап алып жүруге болады. Енді келесі сұрақ, кейбір студенттер салыстырып жатады, Астанадағы, Алматыдағы, шетелдің оқу орындарымен салыстырып жатады. Енді қазір біздің студенттік жүйеде немесе оқу орнында қандай өзгерістер қажет сіздердің ойыңызша? Осы бірнеше күн бұрын облысымызда барлығы білет, бізде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті республикалық айтыс өткізді. Жоғары оқу орындарына 12 жоғары оқу орнынан студенттер келді. Қазіргі таңда сол студенттермен байланысып отырмын. Кешкісін ғана бір студенттен мынандай маған SMS келіпті. Апай, мен Қорқытта оқығым келеді дейді, Казгюда емес дейді, енді атын атап атсақ ренжімес. Неге дедім да? Десем, ол өнер баласы ғой. Бізде дейді бірыңғай конференция. Біз мынандай сіздің статусыңызды көріп отырамыз. Үнемі жастар тіршілікте, үнемі жастар бір-бірімен, үнемі бір шаралар ұйымдастырылып жатады. Бізде тек барамыз, бір жиналысқа отырып қайтамыз. Бізде сол жағы ғана тамам. Бізде мынандай жастарға деген нәрсе. Бірақ оқуға түсетін кезімде мен осындай білмедім дейді да. Мен қазір Қорқытқа түсесің бесе, мен қуана түсер едім деп жаңағы бала, 3-4 курстың баласы айтып жатыр да. Оның өзі бір керемет, мен қуанып қалдым. Бүгін өзім ойланып келгем, осыны активистерге жіберемін. Әрбір студенттің осы біздің Қызылорда облысында тұрса, олардың Алматыға, Астанаға барып оқу армандары ғой. Ал кейбір Астана, Алматыдағы балдар осы жаққа келуге, оқуға деген ынтасы бар екен. Өзім студенттеріме жеткізіп айтқым. Мысалы, біз Қызылорда қаласы Қорқыт Ата университетімен, осы біздің Мәншүк колледж арқылы мақтана аламыз ғой. Қызылорда жаңағы қай жақта ол Қызылорда деген сияқты. Оқу орындары. Иә, оқу орындарымызда осы мақтана аламыз ғой. Сондықтан ешқандай өзгерістің ондай ненің керегі жоқ деп ойлаймын. Қалай қалыптастырылды, сол жолдаға кетсек, және сол жолға жаңаша форматта тек болады ғой, инновация дейді ғой, ескі форматты жаңа форматқа ауыстыру. Дәл сондай бағыт бағдарды ұстана отырып, өзіміздің осы оқу орнымызда студентке қандай, қалай айтсам екен, пайда тигізеді деген сияқты қылып айтайын, сол жағынан былай қарастырып айтуымызға болады. Біздің Қазанғап колледжіне білім жағынан және белсенділік жағынан бәрі жақсы. Бізге тек техникалық немесе материалдық заттар керек деп ойлаймын. Өйткені қарапайым колледждің ішінде де информатика кабинеті жоқ. Бізге қазір жаңа заман болғаннан кейін жаңа сабақтар беріліп жатыр. Музыка информатикасы деген секілді. Бізге компьютермен жұмыс жасап, ноталарды жазу керек. Сол кезде былайынша компьютерлер жетіспейді, құрылғылар да жетіспейді дегендей. Былайынша бәрі жақсы дейді. Осы жерде айтып өтетін, мен өз мамандығым үш тілдегі, біз жалпы сабақты үш тілде өтеміз, яғни біз айтқан полиязычная группа дейміз. Орыс тілі және қазақ және ағылшын тілдерінде сабақтар өтеді, тіпті экономикалық терминдердің барлығын біз ағылшынша, орысша өтіп жатырмыз, қазақша әрине. Осындай кезде менің өзімнің шыны керек университетіме жоғары оқу орныма түскендегі тағы бір мақтанышымның себебі бізде мұғалімдердің өздері ағылшын тілін жітік біледі,
мысалға біз ойлап жатамыз да тек жастар ғана ағылшынды біледі, жастар ғана еркін сөйлейді. Жоқ, керісінше ол кісілердің әрине жасы үлкен, бірақ соған қарамастан экономикалық терминдердің өздерін бізге ағылшынша түсіндіріп жатады. Осындай кезде әрине ол кісілер біздің мұғалімдеріміз, сонымен қатар оқу орнының тағы бір бізге жастарға жасаған жағдай, енді өзімнің группамнан мысал келтіріп отырмын. Бізге Ұлыбританиядан, яғни тәжірибелі маман профессор бізге сабақ береді онлайн жүйеде. Оның өзі мақтанып тұрып айтатын не. Осы кезде ұсыныс болады. Мен қалаймын, расменде біз секілді студенттерге, жалпы студенттерге шетелдік мұғалімдердің көбірек білім алған, сол кісілерден көбірек сабақ алсақ екен, тәжірибе алмасу мақсатында көбірек сол кісілерден білім жүйемізбен жаңағы барынша сол кісілерден дәрістер алсақ екен деп. Әрине бұл біздің өзіміздің оқытушыларымыздың дәрежесін неғылмайды, керісінше біз ол кісілерден үйренгеніміз осылай тәжірибе алмасу арқылы басқа да шетелдік оқу орындарымен тәжірибе алмасқан дұрыс секілді деп ойлаймын. Міне осындай ұсыныс бізде жоғары оқу орындарына немесе белгілі бір оқу орындарына шетелде мұғалімдердің сабақ бергенін қолдаймын. Рахмет. Енді жаңа айттық қой, әр ұйымның өзінің мақсат міндеті бар. Сіздер енді сол ұйымдардың жетекшісі ретінде жалпы студенттердің қандай да бір мәселесін, қандай да бір ой пікірін жалпы ортаға салып, немесе басшылық тарапқа ұсынған сәттеріңіз болды ма? Мәселесін шешкен кезіміз болды. Қандай жалпы біз ақиқат саяси пікірсайыс клубы, дебат қой. Айтқанда дебат бізге студенттер менің ұйымыма жалпы айтқанда қалай тіркеледі және не мақсатпен тіркеледі және қандай студенттер тіркеледі деп айтайын. Менің ұйымыма бірінші келген кезде дебатта айтады да, мен дебатты расмейде жүрегімен қалап тұрмын дейді. Расмейде мен сіздер секілді сөйлеп, ортада өз ойымды айтқым келеді, бірақ мен қысыламын дейді. Ортада өз ойымды айтуға, немесе жастар арасында осылайна сөйлеуге, жалпы айтқанда бір аудиторияны өзіме қаратуға қысыламын дейді. Сол кезде осындай мәселелердің шешімін табуға біз көмектестік. Мысалға, менің бүгінде сайланғаныма, осы төраға болып, екінші жылға бара жатырмын. Осы кезде қуаныштымын. Менен кішілерге немесе өзімен қатарластарыма қатарлы болғанма қарамасын ол кісілер осылай ортада еркін сөйлеуге, былай айтқанда үйрете алғанымызға көмегіміз сол жағынан тигеніне мен жалпы айтып жатырмын, дебат бойынша көмегіміз қалай тигенін. Сонымен қатар сондай студенттерге ортада өз ойын айтуға басшылықтан қандай көмек болу керек. Көбірек мысалға біз іс-шаралар ұйымдастырса, ол кісілер белсене тартылады. Көбірек жаңағыдай өз ойымызды қозғайтын былай айтқанда іс-шаралар қозғап тұратын болсақ, ол кісілер әрине өз ойларын ортаға салады. Былай айтқанда ондай үндемейтін көпшіліктің ортасына сөйлей бермейтін кісілермен жақын араласып сөйлесек, ол кісілердің расымен де ойы жүйрек, сондай керемет тереңнен ойлайтын тұлға екенін түсінеміз да. Сондықтан мен айта аламын, мақтанып тұрып, біздің ұйымымыз осындай жастарға еркін сөйлеуге, өз ойын ашық айта білуге көмектесіп жатыр деп. Жалпы колледждер әртүрлі болғанмен де проблемалар, жалпы студенттік проблемалар бір-біріне ұқсас, бірдей болып жатады. Бізде де көбінесе студенттер аша алмай, айта алмай, жоқ, мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді, мен ондай емеспін дегендей көзқарастар болады. Бірақтан да адам барлығы бірдей емес болса да, егерде абай айтамыз айтады ғой, болмасаң да ұқсап бақ деп. Сондықтан да біз оларды өзімізге қарай шақырамыз, сен қолыңнан келеді деп. Мысалға біз парламентті жақындаған ашсақ та көптеген оқушыларды тарттық, олардың ішіндегі жақсы жақтарын аша білдік. Мысалға, кейбір оқушылар, студенттер дебатқа өздерінің жақсы екенін біліп жатыр, және де өздерінің ойларын еркін жеткізе білуге үйреніп жатыр. Сонымен қатар кейбіреулерінің ақындық жақтарынан ашып жатырмыз. Солай, егерде адам өзі ашыла білсе, өзінің қорқыныштарын жеңе білсе, онда ол өзінің ішінен одан да жақсы жақтарды аша біледі. Жалпы ұйымдарды кез келген ұйымды ашатын кезде ең алдымен студенттермен жаңағы сұхбаттасу барысында жүргізіледі ғой. Әр жаңағы бөлімнен немесе барлық қамтылған колледж аралық белсенді студенттер болсын, немесе басқа да студенттер болсын, барлығы жиналып, ұсыныс пікірлерін сұрап, яғни солар студенттер арқылы ұйымдар ашылады. Ол бірден жаңағы басшылықтың несімен қолдауымен ашылып кете бермейді. Студенттердің өздерінің пікірлерін жеткізеді. Бірінші, ол ұйымның ашылуына көзқарасы қандай, ол ұйымда ертең ашылғаннан кейін қандай жұмыстар жүргізіледі, оның барлығы студенттердің қолында. Ең алдымен ұйымды ашатын кезде бірінші студенттермен байланыстар болады. Енді мен бір
ауыз айтып кетейін, сіз енді ұйымдардан сұрап жатырсыз ғой. Бізде негізі басшылыққа студенттердің мәселелері жете ма деген сұрақ қой сіздікі. Бізде ректорымызбен алаңдар бар, әдейі студенттердің ғылыммен айналысатынмен немесе еркін тақырыпта жастармен кездесіп тұратын, ол ай сайын өтіп тұрады тұрақты түрде. Сонымен қатар біздер осы студенттердің мүддесін қорғау үшін осы жүрген белсенді жастарды, студенттік парламент бар, КДМ бар, тағы да осындай белсенді жастарды университетте қандай кеңестер бар, сол кеңестің барлығына мүше қылып қойғанбыз. Неге олар өйткені сол жерде отырып, ғылыми кеңес болсын, сапа не бар, барлық қандай кеңестер өтеді, сол кеңестің бәрінде өз ойларын студенттер арқылы жеткізе алады, қандай да бір мәселелерді қозғай алады. Қазіргі таңда біздің белсенді жастарымыз университеттегі барлық кеңестің мүшелері. Рахмет. Енді қазір бізде көріп отырған көрермендер үшін белсенді немесе белсенді болғысы келіп жүрген, немесе жаңағыдай кішкене әлі де болса ашыла алмай жүрген студенттер үшін белсенді болу үшін не істеу керек, қайта келу керек, қалай қалыптасу керек, сол туралы кішкене бір өз ойларыңыз бен ақылдарыңызды айтсаңыздар. Менің айтар кетер кеңесім, белсенді болу үшін ең бірінші жан-жақты ашық болу керек. Ол үшін сіздер егерде адам тұйық болса, оған әрине ашылу қиын. Ол адам бірден солай екен деп өзгеріп кете алмайды, бірте-бірте ашылады. Сонымен қатар ең бірінші не нәрсе болсын, егерде бір саламен қызықсаңыздар, ол ең бірінші кітабын ашып оқиды. Сондықтан да кітап оқуды кеңес берер едім. Өйткені кітапты оқысаңыз, сіздің сөзіңіз көбейеді, сіз көптеген адамдардың ойларын біле бастайсыз. Содан кейін сіз енді басқа адамдарға қарап, не айту керек екенін, ойыңызды жинақтай білесіз. Сонымен қатар адамдармен пікірталас алмасуыңыз ашылады деп ойлаймын. Екінші кеңесім, ол жастар арасындағы студенттердің ішіндегі колледж аралық, немесе мектепшілік конкурстарға бару, немесе бір іс-шаралар болса, соларға мен қалай көмектесе аламын деп ойлап, сол іс-шараларға қатыса білу. Егерде басында бастап қатысып кетсеңіз, әрі қарай белсенді студенттер секілді, сізде әрі қарай іс-шараларға қатыса білесіз. Осы жерде бір оймен келіспеймін да. Осы жерде кітап оқу керек деп жатыр, және конкурстарға қатыса білу керек деп жатыр да. Кітап оқып, мысалы, мен достарым бар, белсенді емес, кітап оқып, өзімен өзі ішімен жүре береді. Ешқандай белсенді емес, главное, кітап оқып жатыр бірақ та. Бірақ ол белсенді емес. Одан кейін жаңағы конкурстарға ашыла алмай, қатыса алмай, өзінің бір былай айтқанда сенімсіздігі жоқтықтан конкурстарға да қатыса алмай жатқан. Осындай белсенді жастарға былай айтқанда қалай көмектесеміз? Менің жалғыз ғана бір ұсынатыным, ең алдымен ол белсенді болам деген емес, жалпы жасқа беретінім, қандай сала болмасын, қандай жағдай болмасын, батылдықты жинау керек. Батылдық керек адамға. Себебі осының барлығы, мысалға, кітап оқу болсын, немесе спортпен айналысқанда, немесе басқа да үндемей жарыстарға, онлайн түрлі жарыстар бар, қатысып жүрген өзіне олар белсенді емес. Олар жай ғана өзінің жақсы көретін ісімен айналысып жүр. Ал белсенді болу дегеніміз алдымен қоғамға пайдасы тию, одан кейін өзіне пайдасы тию. Ал қоғамға және өзіне пайдасы тию үшін ең алдымен осы, былай айтқанда, бір қадам жасау үшін батылдық керек. Мысалға, мынандай айтқым келеді. Сен белсенділік өмірге бір қадам жасаса, белсенділік өмір саған қарай 10 қадам жасайды. Міне осылайша алға қарай дамуға болады. Сондықтан берер кеңесім алдымен батылдықты, өзімізге деген сенімділікті нық жинап, алға бір қадам жасасаңыздар, осындай бір жастар ұйымына қосылсаңыздар. Міне сіздерден бір ақшақ жаңағыдай жастар ұйымына қосылдыңыз, әрі қарай жастар ұйымымен даму сізбен бірге. Ол кісілердің жұмысы әрі қарай сізді дамыту. Сондықтан батылдық керек деп ойлаймын біріншіден. Сөзін жалғастыра кетейін. Жаңа батылдық, сенімділік деп жатырмыз ғой, және одан кейінгі айтарым менің жан-жақтылық, ізденімпаздық деймін. Мысалы, біз шетел, мысалы, жаңағы ақш дейміз, орыс, Россия, Москва дейміз ғой. Ол жақтың былай қарағанда идея жағынан, бір нәрсені ұйымдастырған жағынан, олардың идеясы өте терең. Өте керемет та. Мен сол жаңа айтқым келеді, яғни жан-жақты барлығын қамти отырып, жан-жақты ізденімпаздықты қамти отырып, соның барлығынан бір керемет дүние шығаруға болады. Осы қасиет те, осы қабілет те бір адам бойында табылу керек.
Енді мен бір мысалмен ғана келтіріп кетейін. Белсенді болу үшін, ізденімпаздықта барлық керек, бірақ алға белсенді болам деген бала, ол тұйық болып тұр ғой, ол бала жарайды. Ол белсенді бола алмай тұр, бірақ ол бірінші адамдармен араласып, ол тұйықтығын ашылып алу емес. Ол белсенді болам деген бала алға бір қадам жасағаннан кейін оған үлкен жауапкершілік артады да. Сосын жаңа айтып жатырмыз ғой, енді сіз өнер саласында жүргеннен кейін ол конкурсқа қатысу керек, ол ән айту керек. Жоқ, ән айтып қана, конкурсқа қатысып қана адам белсенді болмайды, ол адам өмірде белсенді болады. Мен әрдайым өзім студенттеріме айтып жүретінім бар, өзім болған жағдай, егер осы передачаны, осы бағдарламаны көріп отқан бала, ол өзін таниды, және осы бағдарламаны көріп отқан Қорқыт Ата университеті мен кімді айтып тұрғанды жақсы біледі. Ана жылы бір студент болды, белсенді болғысы келеді, бірақ ешқандай өнері жоқ ол баланың. Әрдайым белсенділердің қасында жүреді. Біз облыстық шара өткізетін болдық, жұмыс бөліп жатырмыз. Сіз мынаны жасайсыз, сіз ән айтасыз, сіз би билейсіз. Және сахна сыртындағы шамдарды өшіріп жағып тұратын бір маман керек болды бізге. Сол бала соны мен алайыншы деді. Және жауапкершілігі дәл уақытында келеді. Дәл айтқан кезде қолына бағдарлама сол уақытта қосады, өшіреді ғой. Сонымен шара өтті, бір апта дайындығы болды. Барлық дайындықтан кешіккен жоқ, уақытылы бірден орында тұрады, айтқан уақытында рациямен толық жұмыс жасап тұр. Шара бітті, шара біткеннен кейін енді талқылау жұмысы болып жатыр. Ең бірінші алғысты сол балаға айттым мен. Өйткені жаңа айтады, біз ше дейді ән айтқандар, сіз әніңізді айттыңыз, бірақ сіздің әніңізге жаңағы шамдарды жағып тұрған, барлығын келтіріп тұрған, уақытылы микрофонды әкеп тұрған сол жігіт қой. На самом деле сахнаның артында жүрсе де үлкен жауапкершілік сол баланың мойнында жүрді. Сол айтайын деген, сол бала, сол үндемейтін тұйық баламыз, светті жағып сөндіріп қана жүрген баламыз қазірде студдекан болды биыл. Мінекей бір қадам. Тек қана бір-ақ қадам тұғын. Жалпы өзінің ынтасы болу керек дейсіз ғой. Бір қадамды жасады алға. Биыл ғана студдекан болды. Атын айтпай ақ қоймын, бәрі Жалпы ниет қана керек қой сонда. Ниет және бір қадам жасады. Ол бізге қарай қадам жасады. Ол бала өлең де етпеді, ол бала би де билемейді. Арамызға қосылуға қадам жасалды және біз оны өзімізге тарттық. Жалпы сол мен іс-шара деп жатқаным сондай іс-шараларға қатысу арқылы өзін аша алады деймін. Рахмет, енді белсенді өміріңіздеріңізді ары қарай жалғастыра беріңіздер. Студенттерді қалыптастыруда, өздеріңіздің орталарыңызды қалыптастыруда, үйінде жетілдіруде алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жастар ел болашағы, олардың қандай тәрбие алып жатқаны бәріміз үшін маңызды. Сондықтан ұлттық құндылықтарымыз бен сапалы білім алу, белсенді студенттік өмірді қалыптастыру, оны игеру басты мақсат.